Сәлем достар, микрофонда Есенбек Құрбан. Кезекті видеоны жалғастырамыз. Бүгінгі видеода біз сіздермен else циклын басқару тақырыбын қарастыратын боламыз. Else цикл, else дейтін сөзді сіздер жалпы шартты операторда кеңінен кездестіресіздер. For else бар, elif деген бар еді. Дәл сол сияқты қайталау операторында, соның ішінде for'да немесе while'да да else циклы бар екен. Else циклы қай кезде орындалады? For операторы немесе while операторы изначально false болатын болса, else операторы орындалады екен. Мұнда жақсы схема сызылған цикл операторына. Цикл шарты изначально ақиқат болатын болса, циклдің командалары орындалады я болатын болса, а вот жоқ болатын болса, else блогы орындалады. If ақиқат болса, else орындалмайтын еді. If қате болатын болса, 7-ші класстан білеміз, else орындалып кететін еді. Енді осы жерде бір нәрсеге кеңінен тоқталу керек. For операторда, while операторда екі түрлі жолмен тоқтайды. Бірінші тоқтауы, бұлар өздері тоқтауы мүмкін. Яғни өздері тоқтау деген шарт орындалып келгеннен тоқтайды. Ондай кезде else операторы орындалады. То же самое while операторда 10 рет бір операцияны орындау керек, и ол орындады, цикл аяқталды. Ол кезде цикл аяқталғаннан кейін де else операторы орындалады. Ал егер for операторы немесе while операторы белгілі бір шартқа байланысты break операторымен тоқтатылатын болса, онда біліңіздер else операторы орындалмайды. Осы ережені жақсы біліп алсаңыздар қателеспейсіздер. Мысал ретінде қарастырайық, бізде n 5 рет орындалу керек. Сол операторларға сандар енгіземіз. Егер санда осы тізбек тек оң саннан тұрса, оң саннан тұру деген break қолданылмайды деген сөз. Break қолданылмайды деген сөз 0-ден үлкен сандар келе беретін болса, өзара қосындысы шығады. Else-ға өзара қосындысы шығады. А вдруг теріс сан кеп қалатын болса, теріс сан бар дейді, олардың общий қосындысы шықпау керек. Сонда бұл жерден шығатын теория, мұнда for оператор немесе while оператор өздігінен аяқталады да, else-ға результат шығады. А мұнда 5 рет орындалу керек болған жерде программа брейкпен тоқтатылады да, else-дағы жауап емес, теріс санның бар екенін жайында айтады. Думаю, түсіндіре алған шығармын, өйткені циклдің аяғына жетпей брейкпен тоқтатылса, соңындағы else операторы орындалмайды екен. N тең int input, S тең 0-ге бұл санау үшін керек. While n не равно 0, сөйтемізді n тең n минус 1 деп циклды азайтып көрейік. Осы уақытта мен сан енгізем, сан тең int input. Сөйтемді, пока что просто сол сандарды қосып шығасылайын. S плюс равно санға. И ең соңында else-ға жазамды. Else-ға print S-ті шығарам. Тексереміз. While. Так. F5, окей. 5, 2, 3, 5, 6, 7, мінеке 23 шықты. Яғни, бұл жерде else операторы орындалды. Енді шарт жазамыз. Вдруг, если мен енгізген сан 0-ден кіші болып қалатын болса, онда экранға жазамын printқа. Не деймін? Теріс сан бар деймін, программаны тоқтатамын. Бұл жерде программа while тоқтамайды. While өзіне 5 рет орындалу керек болған жерде 5 рет орындалмайды. Хотя 5 рет орындалып 5-шінде де минус сан орындалса да, else операторы орындалмайды. Осы ережені жақсылап біліп алсақ жеткілікті. 5, 2, 3, 5, 4, вот минус 3 десем, теріс сан бар дейді. Хотя шын мәнінде минус сан кездескенше ол сандар қосылып тұр еді, сөйтіп экранға шығу керек еді, шықпай қалды. Демек, break орындалған жерде else операторы орындалмайды екен.
Вот кітапта бізде осыны мысал ретінде көрсеткенде forмен шығарған, біз оны whileмен шығардық. Екінші практикалық тапсырмада санның цифрларының құрамында 5-тен кіші цифр болмаса, онда мұндай санды мықты сан деп атайды. X натурал саны берілген, значит whileмен шығарылады. Осы сан мықты сан болса, иә, әйтпесе жоқ. Демек, мынау мықты сан емес, себебі бұның ішінде 4 бар, иә. Whileға жазайық, n натурал сан берілген, k тең n процент 10 дейміз да, n тең n бөлу 10 дейміз. И дальше ары қарап шарты жазамыз. Егер менің k кіші болатын болса, неден 5-тен, онда, яғни 5-тен деген сөз ол 4 деген сан кездесіп қалатын болса, оған мен жоқ деп жазам. Жоқ деген ол мықты сан емес, сонымен тоқтатылады. Ал егер вдруг 5-тен кіші емес санмен сан шығып, программа өздігінен аяқталатын болса, онда менде экранға иә деген жазу шығады. Тексереміз. F5 натурал сан, так, run, қайтадан жіберейік. Run модуль. Так, тексереміз. Надан иә деген жазу шықты. Неге? Себебі while өздігінен аяқталды, яғни оған break араласқан жоқ. Break араласпаған жағдайда else орындалады деген ережеге келген болатынбыз. Қайтадан run модульге жібереміз. Екі рет Ctrl-C, Ctrl-V. И тут мұнда жоқ. Себебі 4-ке келген кезде break орындалды да, ары қарап уже оны тексерген де жоқ. И в конце else орындалған да жоқ. Так, екінші тапсырма то же самое. Мінекей, k кіші болса 5-тен жоқ дегенде программа тоқтатқан. И так, яғни бұны whileмен шығарыпты. Енді есеп берілген екен, натурал сан берілген. Сол санның цифрларының арасында 7 цифры болса, цикл жұмысын тоқтатып, error, әйтпесе санның цифрларының қосындысын шығарсын. Енді тура осылай қыламыз. Санның арасында 7 деген цифрдің бар жоғын тексеру үшін k-ны тең болатын болса 7-ге, 7-ге тең болатын болса, онда экранға error деген жазу шығарылсын. Әйтпесе, в противном случае олардың қосындысы шығарылсын. Қосындысы s плюс равно k-ны қосамыз да. Так, капсул басып біткен сияқты. Менде s плюс равно k экранға олардың қосындысын шығаратын сияқтымыз. Тексереміз. F5. Бірінші мына санды берейік. Ctrl-C. Вот міне жоқ деген жазу шықты. Немесе error деп жазасақ та болатын еді. Хорошо. Error. F5. Окей. Так, отмена. Так, run модуль. Error. И мына санды шығарамыз. F5. И олардың қосындысы. Так, мына есеп что-то бір есепке ұқсайды. Значит, бұл есеп арасында 0 бар болатын болса деген есеп бар еді. Так. Ол санды мен от мынауға бірінші есеп. Бір жұлдыз шал. Осыны көрейік енді. Так, 0 саны кездесетін болса error деп шығарсын. Әйтпесе экранға, солардың өзара теріс санда қосындысы. Онда былай қылайық, теріс санда қосындылары өз-өзіне қосып теріс қарап жазып шығу үшін s тең. Значит, мынаның мәні строка қыламыз да. S тең s плюс str k дейміз ғода. Сөйтеміз экранға s шығарамыз. Осын тексеріп көрейік. Осы есепті мына санды аламыз. Ctrl-C. Вот error. Вот енді мына санды аламыз. Ранға жібереміз. Вот, теріс мағынада шықты. Окей. Баяғыдағы қай тақырып еді бұл? Break тақырыбындағы бір жылшал есеп шын мәнінде while else мен шығарылатын есеп екен. 21 деген
қазір шығардық. Енді латын әріптерінен құралған L жол берілген. Осы жолда K әрпі кездесе ме? Анықта, егер іздеген әріп кездессе, онда бар, ал кездеспесе жоқ, жауабын экранға шығарамыз. Значит, бұл формен шығарылады. L тең input болады. Сөйтемізді forға жазамыз. For I in L-ға дейін. Егер I тең болатын болса K әріпіне, K әріпі бар болатын болса, кездессе, егер кездессе бар әрпін шығар. Так, printқа бар деймізді тоқтатамыз. А вдруг тоқтамаған жағдайда else тоқтамай forдың өзі бітетін болса, онда экранға жоқ деген жауапты енгіземіз. Бізде мына жерде K деген әріп бар, сонымен бар деп айтады екен. Ctrl-C, run модуль OK. Неке бар деді, өйткені арасында бір K болса да бар. Қайтадан runға жібереміз. Сөйтемізді ішіне K-ны өшіріп, Enter орындайық. Жоқ деген орындалды. Тағы да break орындалса, else орындалмайды. For операторы өздігінен аяқталатын болса, онда else операторы орындалады. Бұл теоремаға тағы да дәлелдеме болды. Ұзындығы n 6 бүтін сандармен бір ғана бөлшек саннан тұратын тізбек берілген. Бөлшек сан кей жағдайда тізбекке кездеспеуі де мүмкін. Осы тізбекте бөлшек болса, онда санның орнын, әйтпесе жоқ жауабын экранға шығар дейді. Демек, санның мынау целое ма немесе дробный ма дегенді анықтайық дейді. Хорошо. Так. While мен де шығарсақ болады, for мен де шығарсақ болады. Давайте for мен шығарайық. Ұзындығы n дейді. N тең int input. Так, индекс анықтау үшін s тең бере салайын. For I in range бір өтір n плюс 1, 6-ға дейінгі сан. И осы жерде мен сан енгізем. Сан тең int input. Бұл жерде санның типі менде float бола берсін. Сөйтемізді біз оны бұлай анықтаймыз. Шын мәнінде бұл санның int па, int емес па деп анықтаймыз. Егер intқа тең болмаса жоқ деп айтамыз да, бар болатын болса, оның индексін анықтаймыз. Хорошо, бетеміз. Егер санның бүтін немесе бөлшек екенін анықтайтын болсақ, бұлай қыламыз. Сан процент 1 тең 0. Яғни сан процент 1 деген. Пока что мынаны вырезать етейін. Сіздерге мына нәрсені көрсетіп көрейін. Print 12 бүтін 13 процент 1 деп экранға шығарып көрейін. F5. Мінекей ар жағында қалдығы 3 деген сан шықты. Ал енді 12-нің өзін процент 1 деп көрейік. Ар жағындағы саны 0 болды. Демек, біз бұлай дейміз. 45 деген санның артында не бар? 0 бар. 69 деген санның артында не бар? 0 бар. Вот именно 32,5 деген санның артында не бар? Значит, артында 5,1 деген бар. Тексеріп көрейік осыны. Printқа, мысалға деп айтайын. 327 деген тексеріп көрейік бірінші. 327 процент 1 деп. Процент 1-ді шығарып көрейік. Экранға не шығады екен? 0 шығады. Өйткені оның соңында бір қалдық дегені үтірден кейінгі мәні 0. 0. Енді келесі 32,5-ның процент 1 деп тексеріп көрейік. Онда бізде шығады 0,5, яғни 0 емес деген сөз. Демек, біз бүйтіп айтамыз. Егер мен енгізген сан проценті 0-ге тең емес болса, яғни тең емес деген ол 3,32,5 деген сан болса, онда не дейміз? Оның индексін анықтауымыз керек. Так, break деп көрейік қазірше.
Ал егер жоқ болатын болса, принтқа жоқ деп айтайық пока что. Қазірше жоқ деген сандарды беріп алайық, одан кейін түсінікті болатын шығар. Яғни менде 6 рет орындауым керек. 45, 69, 327, одан кейін 32 деп көре салайын. 87, хотя бұлардың барлығы float, бөлшек сан, и 23. Не қап кетті? 25. Что там? N-ға мен, мен N-ға 6 деп жазуым керек еді ғой. Басынан F5, 6 деп жазам. Вот енді теперь 45, 69, 327, 32 деп көрейін. 87 де 23. Вот мені жоқ, өткені, хотя бұның барлығы float сан еді. И тут у нас бөлшек сан бүтін сан сияқты қабылдағаннан кейін жоқ деді. Ал егер бүтін сан болмағанда еді, s плюс равно 1 болады да, мұнда принтқа индекс деп жазайық. Индекс тең өтір s-та деп көре салайын. F5, окей. 6 сан енгізуім керек. 45, 69, 327 де 32,5. Индекс 3, окей. Индекс 3 деді. Индекс 4 деп алайық. Так, 4 деп алу үшін санақ жүйесі менде бірден басталамы, или қалай удобно? Так. Окей, бірден бастап көре салайық. Сөйтікті бірінші 6 дейінді, бірінші 32,5 дей салайын да. Вот индекс 1. Расчет бірден басталады. И программа өзі тоқтап қалады. Так, 6, 45, 69, 327, 87 дейін, 23 дейін, ең соңында 32,5 дейін бәрі бірде error орындалды. Хотя for операторы өз операциясын аяқтап үлгерген жоқ, сол үшін индекс 6 деп шықты. Думаю, есеп аса қатты қиын емес. И тут осымен бүгінгі сабағымыз аяқталады екен. Видеода түсінбеген сұрақтар болса, комментарийге қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Тағы да айтамыз, есептің шығарылу жолы өте көп, ал мұнда көрсеткен варианттар ол өзімнің кішігірім сабақта қолданған әдістерім. Келесі видеода жүздескенше сау саламатта болыңыздар.